Айтқандай қыздар, кеше Рим апайдың лекциясы болып еді ғой, сол кезде біз не өттік? Оны қойшы, неге не беріп еді қыздар? Оған үй тапсырмасын Алаш партиясы мен 300 партиясының тұлғаларын зерттеп, баспалар туралы ақпарат жинай деді ғой. Ондай болса басқа факультеттерден сұрап көрмейміз ба? Давайте ақпарат Кеттік жинайық. анда. Сәлеметсіз бе? Мен аты жөнім Төлеухана Нұрдана болады. Сіз қай факультеттен және де аты жөніңізді таныстырып өтсеңіз? Қайырлы күн, есімім Сағадат Әсел, журналистика факультетінің 2-ші курс студентімін. Ал енді сізге бірнеше сұрақтар қойып өтсем, Алаш партиясы қашан және де қандай жағдайда құрылғаны жайлы не білесіз? Бізде Алаш партиясы 1917 жылы 1-ші қазақ съезінде Орынбор қаласында құрылды. Негізгі мақсаты Ресей патшасы, Ресей патшалығы құлағаннан кейін қазаққа еркіндік, азаттық сыйлау мақсатын ұран етіп өздерінің мақсаты етіп алған болатын. Жалпы Алаш партиясының қазақ атты баспасы болғаны жайлы белгілі шығар, сол жайлы қандай ақпараттар білесіз? Осы Алаш партиясына тиесілі негізгі баспасөздердің ең шоқтығы биігі ол Қазақ газеті. Қазақ газеті 1913 және 18 жылдар аралығында жарық көрді. Оның негізгі редакторы Ахмет Байтұрсынұлы. Жалпы осы Алаш партиясына болған барлық саяси әрекеттердің барлығы осы баспасөзде жарияланып отырды. Осы жарияланып отырған көптеген шығармалар, мақалалардың барлығы қазақтың азаттығы үшін сол мақсатты ұран еткен. Сұхбат бергеніңізге рахмет. Қайырлы күн, мен журналистика факультетінің 1-ші курс студенті Төкен Ақбілекпін. Сізге 300 партиясына байланысты сұрақтар қойсам, жауап берсеңіз. Қайырлы күн, менің есімім Нұрислам, экономика факультетінің 4-ші курс студентімін. 300 партиясының жалпы идеологиясы қандай болды деп санайсыз? Жалпы 300 партиясы негізінен Алаш ордасын қолдаған жоқ, және де тікелей қарсы келді деп айта аламыз. Одан соң нақты мақсаты болған жоқ, олардың стратегиялық мақсаты болған жоқ. Кей кезде большевиктерді қолдап, саясат жүргізгенде көре аламыз. Келесі сұрағым, қазіргі Қазақстан үшін 300 партиясының қозғалысынан қандай тарихи сабақтар алуға болады? Жалпы 300 партиясының қозғалысынан сабақ ретінде өте үлкен пайдасы келді деп айта аламыз. Бірлікті қалай көрсетіп кетті, мысалы үшін әділдікті көрсетіп кетті. Сонымен қатар болашаққа, елдің болашағына жауапкершілікпен қарауды көрсетіп кетті деп айта аламыз. Жақсы, сұхбат бергеніңіз үшін рахмет. Сәлеметсіз бе? Мен есімім Тұрсынхан Томирис, осы журналистика факультетінің 1-ші курсымын. Өзіңізді таныстырып кетсеңіз. Барлығыңызға қайырлы күн. Есімім Арман, экономика және бизнес жоғары мектебі, 3-ші курс, логистика мамандығы. Сізге бір-екі сұрақ қойып кетсем. Көлбай Тоғысов қандай саяси партияны құрды және де оның мақсаты қандай болды? 1917 жылы 300 партиясын құрды және әлеуметтік теңдік пен кедейлердің құқығын қорғауды талап етті. Көлбай Тоғысов өзінің мақалаларында, еңбектерінде қандай мәселелерді көтерді? Жалпы жер мәселесі, зорлық-зомбылық, әйел теңдігі және кедейлер арасындағы теңсіздік деген сияқты мәселелерді көтерген болатын. Рахмет көп. Есімім Уәлиев Әлихан болады, осы журналистика факультетінің оқушысымын. Өзіңіз таныстырып өтсеңіз. Мен атым Сырым болады, осы заң факультетінің оқушысы болып келемін, 2-ші курс. Менде сізге бір-екі сауалнамам бар еді. Ең бірінші сұрақ, Мұқан Айтпенов туралы білесіз ба? Иә, білемін. Ол 300 партиясының басын құраушы болып келеді, және де қазақ қоғамының саяси қайраткері. Ал енді келесі сұрағымыз 300 партиясы туралы бір-екі ауыз сөз айтып өтсеңіз. 300 партиясы сол 1917 жылы омбы қаласында құрылған. Ол қазақ саясатының осы негізінен тәуелсіздігін алуына өте зор пайдасын тигізген десек те болады. Былайша айтқанда негізі көп пайда алып келді былай. Жақсы, рахмет, көп. Мен ұйықта қаттым ғой. Еш жұмысына не берді Рим апай? Ұйықта қалдым ба? Иә. Рим апай жұмысына бізге Алаш партиясы мен 300 партиясының тұлғаларын зерттеу, ол партия туралы ақпарат жинау және де сол екі партияның басылымдары жайлы біліп келуге берген. Сенеді ме? Жоқ, істемейді. Сол жинаған мәліметтермен видео түсіруге. Онда мен естерге қосайшы. Жарайды, қосайық. 300 партиясы 1917-1920 жылдары қызмет еткен Қазақ ұлттық саяси партиясы. Партияның негізін салушы Мұқан Айтпенов.
300 газетті қоғамдық саяси мазмұнға сай мәселелерді көтеріп, мақалаларды жариялаған. Соның ішінде Қазақстандағы саяси оқиғалар, білім, ғылым мәселелері, соның ішінде әйел теңсіздігі, жер мәселелерін көтерген. Газет беттерінде жасасын түрік татар балалары, барлық мұсылмандар бауырлар деген ұрандарды байқауға болады. Кейбір дереккөздерде газеттің саны 10-нан астам шықты деп те айтылып жатады. 300 партиясы. 300 партиясының негізгі бұқаралық ақпарат көздері ол 300 газет болып табылады. Оның ең алғашқы нөмірі 1917 жылы желтоқсанда шықса, ал ең соңғы нөмірі 1918-дің көктемінде шыққан болады. Оның жабылуына бірден бір себептер бар. Ең бірінші, сол уақытта большевиктер мен талас тартыстардың өзінің үлкен кері әсерін тигізді. Алаш газеті 1913 жылы Орынбор қаласында жарық көрді. Оның негізін қалаған Әлихан Бөкейхан, Міржақып Дулатов, Ахмет Байтұрсынұлы қазақ халқының саяси, әлеуметтік және мәдени мәселелерін көтерді. Қазақ газеті Алаш партиясының қоғамдық саяси және әдеби баспасы. 1913 жылы аптасына бір рет шығарылса, 1915 жылдан бастап аптасына 2 рет шығарылған. Тиражы 3000 дана болса, бір деректерде 8000 данаға жеткені белгілі. 20 ғасырдың басындағы қазақ халқының жер су мәселесі, төл әдебиеті жайлы туындылар бұл жерде жарық көрген. Ең алғашқы санын шығаруға Ахмет Ишан Оразаев тұлғамыз қаражат жинап Хусейнов баспаханасында шығарған болатын. Жалпы бұл газетте Бейімбет Майлин, Мағжан Жұмабаев, Шәкәрім Құдайбердіұлы сынды тұлғаларымыздың туындылары жарық көрген.